Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен қызықты дүниелер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шыбындар жайлы сіздер білмейтін ең қызықты факттарды сіздермен бөлісетін боламын. Сіздер үшін арнайы видео дайындадым. Осы видеоны соңына дейін көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Ал енді бастайық. Шыбынды ұрып өлтірем деп ойламаңыз. Ол шыбын өте ақылды. Себебі сіз оны бір ұрам дегенше ол оны сезіп қою мүмкін. Сондықтан біз шыбынның көзін бақылайтын боламыз. Шыбында екі көз бар деп ойлайды адамдар. Жоқ, олай емес. Шыбында 100 көз болады. Бір жағында 50, бір жағында 50. Оның 100 көзі 100 жаққа қарап тұрады. Сондықтан сіз оны алдынан да артынан да кеп ұрам десеңіз, ол оны тез сезіп қояды. Және шыбындың көру ерекшелігі. Шыбын әдеттегі адам сияқты көрмейді. Шыбынның көзі температурамен көреді. Яғни ыстық нәрселерді қызғыштау, ал суық нәрселерді көк түспен көреді. Үлкен күрделі көздеріне қарамастан шыбындар айтарлықтай қашықтықта анық кескінді көрмейді. Олар 40-тан 70 сантиметрге дейін қорқады. Әрі қарай шылғыған ештеңені байқамайды. Шыбынның тағы бір ерекшелігі, оның аузы тиген нәрсені ерітіп тастайтын қабілеті бар. Және шыбын өзінің жемдігін жеп жатқан кезде аузынан сұйықтық бөлінеді. Және ол жейтін нәрсені сұйықтық ерітіп тастайды. Сосын ол шыбын оңай қоректенеді. Бізде мысалы адамдарда 32 тіс бар, ал шыбында қанша тіс бар деп ойлайсыздар? Шыбынның тістері 48. Шыбындар шіріген жемістерді, шіріген ет пен нәжісті жақсы көреді, бірақ олар қатты тағамдарды тұтына алмайды. Сондықтан тамақтанар алдында ас қорыту сөлін шығарады. Ас қорыту шырыны бірге тағам және басқа да азық-түлік өнімдерін адамға көрінбейтін және кейіннен денеге енетін сансыз бактерияларды қамтиды. Сондықтан әрқашан гигиенаны сақтау өте маңызды. Шыбынның ерекше бір пайдасы бар. Шыбынның бір қанатында ауру және бір қанатында шипа бар екен. Ол көбінесе тамаққа құлап түскен кезде ауру қанатын тамаққа қойып, сол бойы өледі екен. Ал шипа қанатын жоғары көтеріп, сол жатқан жерінде өліп қалады. Шыбынның бір жаны бар деп ойлайсыз ба? Жоқ, оның әрбір қанатында бір жанынан бар. Мінекей достар, сондай-ақ қызықты факт, сет шыбындары зебраларға тиіспейді. Өйткені олар өздерінің түсін қара және ақ жолақтылардың шықылықтауы ретінде қабылдайды. Кәдімгі үй шыбыны қанша жұмыртқа салатынын ойлап көрдіңіз бе? Осылайша ол өмірінде шамамен 3000 жұмыртқа салады. Және ол қуыршақтан шыққан кейін 3 күннен кейін жұмыртқалай бастайды. Шыбынның тағы бір ерекшелігі, оның айнада жүрген, кейбір тайғақ нәрселердің үстінде жүргенін көрген шығарсыздар. Шыбынның аяғында вакуум бар. Яғни вакуум кез келген нәрсеге жабысып тұрушы нәрсе. Оның аяқтары сондай тайғанақ нәрселерге де оңай жабысады және ол жерде қалай оңай жүрсе, сондай биік жерлерде де оңай жүре алады. Шыбындар зиян келтіріп қана қоймайды. Олардың дерін нәсілді балық аулауға көмектесетін балшықтар арасында танымал. Сіздер шыбындар қанша күн, қанша жыл өмір сүреді деп ойлайсыздар? Ересек шыбындар өмір сүру ұзақтығы 20 күнге дейін, ал пассивті күйде олар қыста 6-7 айға дейін өмір сүреді. Ересектер 2 күннен аспай тамақсыз жүре алады, ал жастар аздап ұзағырақ жүре алады. Шыбындар плюс 15 градусқа дейінгі температурада белсенді болады. Әр адамның өмірі әртүрлі жәндіктермен тығыз байланысты. Әсіресе шыбын сияқты синантропты жәндіктер тітіркенеді. Адамның тіршілік ету ортасы шыбындардың өмір сүруіне өте қолайлы. Бүгінгі таңда фаунада шыбындардың 3650-ге жуық түрі бар. Шыбындар дизентерия, туляремия, туберкулез, тырысқақ, жұқпалы конъюнктивит сияқты қауіпті жұқпалы ауруларды тасымалдаушы болып табылады. Көбінесе шыбындар ішек инфекцияларын таратады. Шыбынның денесінің жүнді жабыны әртүрлі типтегі 6 миллионнан астам бактерияға баспана береді. Өз кездегі олардың ас қорыту каналында 280 миллионға жуық бактериялар бар. Шыбындар ауада өте маневрлі, өйткені жұп мөлдір қанаттар секундына 300-ден астам қанатты орындауға мүмкіндік береді. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.
Sizlerдің комментарийларыңыз біз үшін өте қызықты және де өте маңызды. Сіздердің осы видеоға лүпіл басып кетіңіздер. Келесі видеоларда бұдан да қызықты көбірек видеолар салатын боламын. Қош, сау, саламат болыңыз.